Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен құрамы өте жеңіл әрі құнарлы, тойымды болып келетін дастарханыңызды ашып тұратын осындай салаттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге керекті заттарды алдын ала дайындап аламыз. Қызылша, піскен ет туралған және картофель пай, үкіштен өткізілген сәбіз және консервіленген жүгері қажет болады. Осы заттарды дайындап қойып, енді сарымсағымызды алып ұсақтап тура аламыз, немесе уақ үкіштен өткізіп алсаңыздар да болады. Бұл бізге соус ретінде майонезге алдын ала араластырып қойсаңыздар болады. Енді салатымызды жинауға кірісеміз. Ең бастысы мұнда видеода көрсетілгендей етіп, түстерді үйлесімділікпен рет-ретімен қойып шықсаңыздар, салатыңыз өте әдемі болып шығады, дастарханыңызды ашып тұрады. Міне осылай кезекпен қызылшамызды, одан кейін уақ үкіштен өткізілген сәбізімізді орналастырамыз. Енді консервіленген жүгерімізді саламыз және ұсақтап туралған піскен етімізді саламыз. Ең соңынан картофель пайымызды саламыз. Картофель пайды үй жағдайында дайындап алсаңыздар болады. Астыңғы видеоларда көрсетіп салатын боламын. Немесе дайын түрін сатып алсаңыздар болады. Енді ортасындағы ашық жеріне бана сарымсақпен араластырған майонезімізді, яғни соусымызды салып, дастарханға берсеңіз болады. Менің видеом сізге пайдалы болған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.